Баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге өте жұмсақ әрі мол болып шығатын булочканың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараймыз. Осылай дәмді булочкаларды жасаймыз. Неше күн тұрса да жұмсақтығын жоғалтпайды. Осы булочкаларды жасайық. Ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Және 2-3 қасық қант қосамыз. 2 дана жұмыртқа қосамыз. Шай қасықпен ванильді қант қосамыз. Және дрожж қосамыз. Ертілген сары майымызды қосып аламыз. Венчикпен мұқият араластырамыз. Және електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнымыздың жарты бөлігін қосамыз және осылай венчикпен араластырып, іртіктерін жайып аламыз. Келесі ұнымызды да аз-аздан қосып отырып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Басқа да пайдалы әрі оңай рецепттер бар. Жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңырауша батырмасын басамыз. Кішкене илегеннен соң 2 ас қасық сұйық майды қосып, толықтай біріккенше илеп аламыз. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып қойыңыздар. Ал енді үстеліміздің үстіне ұнымызды көбірек сеуіп аламыз. Ал енді жұмсақ болып тұрған қамырымызды әдемелеп осылай илеп аламыз. Қайта-қайта илеп, бір келгі жылтыр болып шыққанша илеп шығамыз. Қанша көп илесеңіз, булочкаларыңыз әдемі болып шығады. Ыдысымызды майлап, булочкамызды көтерілуге қоямыз. Үстінен жауып қоямыз. Шамалы уақыт өткен соң бізде көтеріліп шықты. Осылай үлпілдек болып көтеріліп шығады. Ал енді ұнымызды сеуіп, үстелдің үстіне түсіріп аламыз. Екі бөлікке бөлеміз. Осы бөлігімізді тағы да 2 бөлікке бөліп аламыз. Қолымызбен осылай жинақтап домалақтаймыз. Әр бөліктерімізді осылай бөлек жайып аламыз. Ортасынан бөлеміз және осылай 3 бұрышты етіп бөліп аламыз пышағымызбен. Булочкаларымыздың ішіне осылай
Вареная сгущенканы қолданамыз. Варенье немесе жем қолдануға болады. Өз қалауыңыз бойынша осылай начинкасын салып аламыз. Ал енді круассан сияқты орап шығамыз. Осы кезде пешімізді 200 градусқа қыздырамыз. Булочкаларымызды противенге қойғаннан соң кішкене көтерілуге ұстаймыз. Үстінен жұмыртқамызды жағып аламыз және пешімізге пісіріп алдық. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Назарларыңызға рахмет.